есептің үшіншісі. Бұл бізде мынандай формула. Синус альфа мен синус ветаның көбейтіндісінің формуласы. Міне синус альфа көбейтілген синус ветта. Ол тең болады 2-ден 1 жақша. Косинус альфа азайтылған ветта азайтылған косинус альфа қосылған ветта. Біз енді осы формулаға тек саламыз, болды. Так, пи бөлінген, просто пи и пи бөлінген 2. Так, 2-ден 1-дің өзін жазып қоямыз. Косинус x-тен 2x-ті азайтсақ, бізде минус x болады. Минус косинус. Енді x-ке 2x-ті қосамыз, ол бізде 3x болады. И dx. Так, тең болады. 2-ден 1-дің өзін жазып қоямыз. Косинус x-те бізде алғаш функциясы синус x болады. Ал косинус 3x-те синус 3x бөлінген 3 болады. Шектері пи и пи бөлінген 2. Тең 2-ден 1-дің өзі жазылады. Синус пи минус синус 3 пи бөлінген 3. Азайтылған 2-ден 1 көбейтілген синус пи минус синус 3 пи бөлінген 2 бөлінген 3. Тең. Бізде синус пиде мәні 0-ге тең. Сондықтан бұл жерде барлығы 0 болып кетеді. Мына жерде минус 2-ден 1 көбейтілген синус пиде. Мына жерде синус пи бөлінген 2 ғой. Синус пи бөлінген 2-де мәні 1-ге тең. 1 минус синус 3 пи бөлінген 2-де де мәні 1-ге тең. И бөліміндегі 3 бар. Тең болады минус 2-ден 1 и плюс 6-тан 1. Так, ортақ бөлімге берсем мынаған 3-тен, мынаған 1-ден. Жоқ, 3 пи бөлінген 2-де мәні минус 1-ге тең. Сонда мына жер плюс болады и мына жер минус болады. Сол кезде минус 4 бөлінген 6 и тең болады минус 3-тен 2-ге. Келесі 4-шісі. Бұл жерде косинус альфа көбейтілген косинус веттаның формуласы қолданылады. Ол бізде так 2-ден 1 көбейтілген косинус альфа плюс ветта плюс косинус альфа минус веттаға тең екен. Мына жерде минус. И осы формулаға салып қоямыз. Пи и пи бөлінген 2. Бірінші 2-ден 1-дің өзі жазылады. И косинус альфа қосылған ветта. Значит, бұл жерде 3х болады. Плюс косинус азайтқан кезде минус х болады. И dx. Тең болады. Так, 2-де 1-ді өзі жазылады. Косинус бізде синус қайдалады. Синус 3х бөлінген 3. И мына жерде бізде плюс косинус, жоқ, синус х бөлінген 1 болады бұл жерде. И шектерін жазып қоямыз. Пи бөлінген 2. Тең болады. 2-де 1 көбейтілген синус пи бөлінген 3 плюс синус пи минус 2-ден 1 синус
3 пи бөлінген 2 бөлінген 3 и плюс синус пи бөлінген 2 тең минус 2-ден 1. Синус 3 пи бөлінген 2-де мәні минус 1-ге тең. Минус 3-ден 1. Ал синус пи бөлінген 2-де мәні 1-ге тең. Бұл жерде плюс 1. Тең болады 6-дан 1 и минус 2-ден 1. Так, маған 3-ден берсек, минус бөлімінде 6 и 2. Тең болады минус 3-ден 1-ге. Келесі 4-те 10 есеп. Так, тегеу шешеміз бірінші. Бұның, так, біз алғашқы функциясын табамыз бірінші. Ол бізде 3t минус t квадрат болады. И шектерін жазып қояйық. X и 1. Тең болады 4 минус 2x-ке. Так, бірінші x қоямыз. Сонда 3x минус x квадрат азайтылған 3 плюс 1 болады. Тең 4 минус 2x-ке. Минус x квадрат плюс 3x плюс 2x минус 2 минус 4 тең 0-ге. Минус x квадрат плюс 5x минус 6 тең 0-ге. Бұл жерде x1, 2 біз тең болады екен 3 пен 2-ге. Келесі екіншісі. Бірінші алғашқы функциясын тауып алсақ, x минус 2, бұл жерде t болады екен ғой. t квадратқа болады. И шектері x1 тең болады 12 минус 9x-ке. Бірінші x қоябыз. X минус 2x квадрат минус 1 минус и плюс 2 болады. Тек 12 минус 9x. Минус 2x квадрат плюс x плюс 1 минус 12 плюс 9x тең 0-ге. 2x квадрат плюс 10x минус 11 тең 0-ге. Так, дискриминант тапсам 100 азайтылған қосу 4 көбейтілген 11 көбейтілген 2. Так, 188 болады. x1 тең болады минус 10 плюс минус түбір асты 188 и бөлінген так 2 көбейтілген 2. Мына жерде x 1-2 дей салайын, плюс минус болады. И x1-іміз бізде минус так 5 да 2-мен қысқартсам плюс мына жерде 4-ті 188-ті бөлсем 4-ке 47 болады екен. Сонда түбір асты 47 болады. Ал екіншісі минус 5 минус түбір асты 47 болады. Келесі үшіншісі. Бірінші алғашқы функциясы тауып 3t квадрат бөлінген 2 болады. И 2t минус 1x тең 5 минус x. 3 көбейтілген 1 бөлінген 2 минус плюс 2 болады. Минус 1/5x квадрат минус плюс 10 плюс мына жерде 10 деп қойдым ғой, 2x болады. Тең 5 минус x-ке. Так, 1/5 болады бұда жерде. И оған 2-ді қоссам. Так, 1/5, 3/5 минус 1/5x квадрат плюс 2x минус 5 плюс x тең 0-ге. Минус 1/5x квадрат плюс 3x 3/5 и минус 5 ол болады
минус 1/5 тек нөлге. Барлығын минус 1/5-ке қысқартып тастасақ, x квадрат минус 2x плюс 1 болады тек нөлге. Бұл жерде x1, 2 біз тек болады. Бұл жерде x1, 2 емес, только x-ті өз шығады кен, ол тек болады 1-ге. Келесі төртіншісі. Алғаш функциясы 5t квадрат бөлген 2 плюс t. Шектері минус 2, x тек 6 плюс x. 5 көбейтілген 4 бөлген 2 плюс минус 2 минус 2/5x квадрат минус x тек 6 плюс x-ке. Так, бұда жерде 10 болады. Одан 2-ді азайтсам 8. Так, 6 плюс x минус 8 плюс 2/5x квадрат и плюс x тең нөлге. Так, 2/5x квадрат x плюс 2x и минус 2 болады тең нөлге. Так, бұда жерде дискриминант тауып 4 квадрат 4, минус 4 көбейтілген 2/5, плюс қып жүрейік, көбейтілген 2. Тең болады. Так, көбейтсе 5, 20, 24 болады екен. X 1, 2 тең болады минус 2 плюс минус 2 түбір асты 6 бөлінген 5-ке. Так, келесі төртте 11-ші сеп. Біріншісі x 0, 5 dt үлкен 1-ден. Алғаш функциясы 5t, шектері x 0 үлкен 1-ден. 5x минус 0 үлкен 1-ден. x үлкен 5-ден 1-ден. Демек, мұнда жауабы 5-ден 1 және плюс шексіздік аралығы болады. Келесі екіншісі x квадрат x 5 dt кіші 0-ден. 5t, шектері x квадрат x кіші 0-ден. 5x квадрат минус 5x кіші 0-ден. Так, 5x жақшаның сырты шығап жерсек, x минус 1 болады кіші 0-ден. Бұнда x тең 1-ге, және x тең 0-ге болады. Так, сам 0 и 1. Таңба кіші, да мұна аралық болады. И жауабы 0 мен 1 аралығы. Келесі үшіншісі. Шек 1x. Сонда 3 dt үлкен 9-дан. 3t 1x үлкен 9-дан. 3 азайтылған 3x үлкен 9-дан. 3 азайтылған 9 үлкен 3x-тен. Минус 6 үлкен 3x-тен. Демек, x кіші минус 2-ден. Да жауабы минус шексіздіктен минус 2 аралығы. Келесі төртіншісі. Шек 2x 2t минус 3 dt үлкен 0-ден. t квадрат минус 3t, шектері 2, 0 үлкен 0-ден. Так, 4 минус 6t үлкен 0-ден. Мына жерде бізде шегінде x екен ғой. X. Сонда бізде мына жер қате болды. Қайтадан жазайық. Так. Бірінші 2-ді қойсам 4 минус 3 көбейтілген 2 минус x квадрат и плюс 3x болады үлкен 0-ден. Бұл жерде
Так, бұларда 6 болады. X квадрат минус 3x. Так, минус 6 плюс 4, сода минус 2 плюс 2 кіші нөлден болады. Бұл жерде x1, 2 біз тек болады. Вет арқылы тапсақ, 2 бет 1 болады. И белгілейміз. Мұнда 1, мұнда 2. Таңба үлкен. Бізде таңба кіші. Осы аралық болады. Сонда жауабы 1 мен 2 аралығы.